рубрика біздің мата таңдау туралы болады. Қандай маталармен жұмыс істеу керек, қалай жұмыс істеу керек, қалай таңдау керек. Олай болса, кеттік. Маталар құрамына қарай бөлінеді. Яғни натуральный маталар, табиғи қоспасыз тігілген маталар, сосын синтетикасы бар, қоспасымен болып бөлінеді. Жалпы айта келгенде мен қазір барлығын осы видео арқылы қысқаша баяндағым келіп отыр. Бүгінгі бізде бірінші көрсетілетін мата ол жүн, яғни құрамында жүні бар маталар. Барлық матаны біз жұмыс бастамас бұрын алдыңғы рубрикаларда айтып кеттім, міндетті түрде жуамыз, ВТО дейді, олардың тепловой обработкадан өткіземіз. Содан кейін барып матаны жайған кезде столдың үстіне біз жағдай кромкасы болады. Мынау матаның ені болса, мінекей, әрдайым мына кромка деп мынаны айтады. Және осы кромканы қиып тастау керек міндетті түрде. Сосын матаны жағдай осы жағынан ғана, мысалы ұзыннан, осы долевоймен ғана крайт етеміз міндетті түрде. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе мен айттым, құрамы 100% табиғи маталар туралы айтқым келіп отыр. Яғни қыздар, бүгін мен сіздерге бірінші табиғи, құрамында табиғи заттар қоспасы бар маталарға тоқталғым келіп отыр. Бірінші мен қазір мына жерге бөліп қойдым, видео барысында көре отырасыздар. Ал қыздар, мен жаңа айттым, табиғи матаға бізде құрамында 100% табиғи заттары бар мата деп. Мынау бізде ең әуелі кашемир матасы, мысалы, құрамыны 100% шерсть деп берді маған. Бұл маталар өте жұмыс істеуге ыңғайлы, үтіктеген кезде де өте әдемі болады. Сосын құрамы табиғи болған маталар үстіңізде прям шикарный болады бұндай нәрседен. Бұндай матадан киім тіксеңіздер. Мысалы, тігіп болғаннан кейін міндетті түрде 30 градуста жуасыздар. Одан артық ыстық болмайды, себебі бұл деп былай кішкентай болып кішірейіп қалады. Содан кейін порошок, басқа нелермен жууға болмайды. Тек мягкий сабын, кір сабын, болмаса бір арнайы кондиционерлер, сондайлармен жуасыздар. Екінші, мен құрамы 100% деп айтқым келіп отырғаны, бұл хлопковый маталар, яғни мақта. Құрамы 100% мақтасынан жасалынған маталар. Бұларда, мысалы, шитье матасы. Бұл матадан үстіңізге көйлек тіксеңіз, рубашка, мысалы, блузка тіксеңіз өте әдемі тұрады. Себебі дегенмен де сапасы киімде көрініп тұрады, қатты көрініп тұрады. Ең әуелі бастап келе жатырған тігіншілерге мен осындай мақтасы бар, яғни хлопковый маталармен жұмыс істеуге кеңес беремін. Неге? Себебі жұмыс істеу өте оңай, қолдан жылжып кетпейді. Содан кейін үстіңізде өте әдемі тұрады. Хлопоктың да мысалы бірнеше түрі болады. Мынау шитье деген мата. Бұларды жуғаннан кейін міндетті түрде 10-15 сантиметрге отырады. Мынау хлопок матасы, бұл рубашкаға арналған, құрамы 100% мақта. Сосын мынау батист деген мата. Бұдан да мысалы жаздық көйлектер тігеді, өте әдемі көрінеді. Сосын бұларды міндетті түрде жуамыз, уже жұмысқа қолдана берсеңіздер болады. Келесі мата, мен сіздерге трикотажный маталарды көрсеткім келіп тұр. Трикотажный маталар, бұлармен де өз алдына жұмыс істеген қиын. Бұларды да міндетті түрде жуу керек, себебі усатка береді. Сосын алған кезде таңдап алып керек, құрамын сұрап міндетті түрде. Джерси деген мата. Бұл мата маған өзіме қатты ұнайды. Бұдан юбка, шалбар, неше түрлі костюмдер тігуге болады. Бұл үлкендерге де, кішкентайларға да неше түрлі қылып тіге берсеңіздер болады. Мынау тоже трикотажный матаға жатады. Неге? Себебі бұлардың
артында тоқыма жаңағыдай переплетениялары басқа болады. Мысалы заводтан өндірген кезде трикотаж деп бұлар уже жаңағыдай біз тоқып білетін адамдар біледі, иә, кәдімгідей спицамен бір қатар, екі қатар, үш қатар тоқылады ғой. Трикотажный основасы бар маталарды да солай жүреді. Содан кейін де бұлар трикотаж деп аталады. Трикотаждың өзі бірнеше түрге бөлінеді жаңағыдай. Джерси, футер, трехнитка, двухнитка, мысалы эластичный трикотаждар болып бөлінеді. Мынау мысалы арнайы жемпірлерге, кардиганға арналған трикотаж. Трикотаж деп бәрі айталады. Мен бұрын ойлайтын басында тек бірақ қана түрі болатын шығар деп. Жоқ, кейін мысалы біле келе бірнеше түрі бар екенін білдім. Мынадан кардигандар тігуге болады. Жуғаннан кейін кішкене катышка шығады міндетті түрде, себебі құрамында мақта бар. Мынау енді барлығы жақсы көретін мата. Трехнитка деп айтады. Бұдан қазір спортивкалар тігіледі, әдемі болады. Бұларды да міндетті түрде жуамыз, усатка береді, содан кейін барып кройға дайындаймыз. Киім тіккен кезде трикотаждан міндетті түрде шовқа 2-2,5 см қалдырасыздар. Сосын бұл трикотаждың арнайы өзінің инесі бар. Содан кейін жаңағыдай трикотажның киім матамен жұмыс істеген кезде, мысалы жаға, жең дегенді өңдеп тіккен кезде тоже байқайсыздар, себебі бұлар енді растяжимый болғаннан кейін жағасы арбиып жаман болып кетеді. Оның бәрін есептеп жұмыс барысында мен сіздерге кейін көрсетем. Келесі кішкене қиындау маталарды айтқым келіп отыр мен уже жайлап. Бұл мынау мысалы кожзам деген мата. Жұмыс істеген өте қиын. Арнайы инесі болады. Сосын жағдай бұны тіккен кезде арнайы өзінің лапкасы болады. Бұны тіккен кезде тек сенімді болу керек. Бір шов бір рет жүріп жүргеннен кейін келесі жолы уже тігуге болмайтын, потому что иненің ізі қалып кетеді. Содан кейін де бұл өте жұмыс істеуге өте қиын мата. Алдағы уақытта неше түрлі киімдер тігетін болам. Сол кезде бүкіл қыр-сырын мен сіздерге айтып отырамын. Келесі мата, парча деген мата. Мынадан да аты әйгілі, қазір Маңғыстау облысы, Ақтөбе, жалпы батыс жақта қазір бізде кәжеке, камзол дегендер прям сәнге айналып бара жатыр ғой. Осы парча матасынан тігеді көбісі. Өте әдемі және өте қымбат маталардың бірі, және жұмыс істеуге де өте қиын. Неге? Себебі бір орында тұрмайды. Содан кейін жағы деп сөтіліп кете беретінен бәрін көріңіздер ма? Тез прям не істеп кетеді, қыдырып кетеді. Арнайы білетін адам сабырмен жұмыс істеу керек. Жағдай кәжекелерге клейлейді бұның дуплеринмен, флизелинмен. Содан кейін барып кәжеке тігеді. Бұдан алдағы уақытта біз кәжеке тігетін боламыз. Соның бүкіл процесін салып, қыр-сырын айтып үйрететін боламын. Тек менімен бірге болыңыздар. Келесі мата бізде ол кружева деген мата. Бұл матамен енді жұмыс істеу өте қиын. Біле білген адамға бізде французский кружева дегендер бар, итальянский кружева деген, обычный арзан мата емес, но сонда да жағдай жұмыс істеуге қиын маталардың бірі. Бұлармен де жұмыс істеу үшін арнайы инесі, жібі, сосын тігін технологиясы бар өзінің. Келесі мата бұл атластың бір түрі, икат деген мата. Мынаны жууға болмайды. Мынаны жуғаннан кейін бірден краскасы кетіп қалады, себебі бұл мата қолдан боялады. Бұл мата арнайы Өзбекстаннан келген мата. Осы бір енсіз түрінің өзі біршама қымбат тұрады. Өзі жағдай капризный маталардың біреусіне жатады. Бұны бір киіп барып, қайтып келіп, сосын орнына қоя салатын мата болды. Қатты көп өңдеуге, не істеуге болмайды. Сәл бір не істесе, бір 20-30 градустағы суда қатты порошок не дегенмен жумаймыз. Сол күйінде қалады. Мынау фатин деген мата. Өте былай жұмыс істегенге өте жеңіл мата. Мен өзім фатинді қатты жақсы көрем. Себебі қалай умаждасаң да солай тұра береді. Өзінің тігістерді өңдеу технологиясы бар. Арнайы мен сіздерге бәрін көрсетем. Аверлокпен қолданбаймыз, потому что аверлок бұған жарамайды.
себебі бүкіл тігісі көрініп тұрады. Сол үшін бұны жаңағыдай белевой шовпен, болмаса басқа да батальный шовпен ғана тігеді. Бұда неше түрлі пышный юбкалар, көйлектер, әсіресе кішкентай балаға арналған көйлектер тіккенге өте керемет мата. Келесі матамыз жұмыс істеуге қиын, сусылдап қалған бұл шифон матасы. Менің ең сүйікті маталарымның бірі. Неге? Себебі структурасы ұнайды, жалпы денеде қалай отырады, сол ұнайды. Бұны қатты былай көп оверлоктауға болмайды. Желательно жағдай белевой шовпен тігу керек. Сосын арнайы инесі болады. Ең жұқа инелер. Микротекс деген инемен қолдануға болады. Сосын қарапайым жағы сороковка жіптерді қолдануға болады. Кейбір кезде кәдімгі лескалар бар ғой. Машинкаға арналған лескаларды қолданып тігеді. Мынау мысалы подкладочный шифондар. Қазір енді көріне ме, көрінбей ме білмеймін, бірақ кейін жұмыс барысында мен сізге көрсетемін. Ары қарай, бұлар негізі бізде жаңағыдай орысша айтқанда прозрачный маталардың қатарына кіреді. Бұл маталармен жұмыс істеген өте қиын. Оверлокты қолданбаймыз, тек белевой шовпен ғана тігеміз. Сосын арнайы инесі болады, арнайы жібі болады. Содан кейін барып крайт еткен кезде бұлар жатпайды бір орында. Астына бәз болмаса жағдай обычный хлопковый матаны жайып қоямыз да, содан кейін барып бұларды жайсақ үстіне әдемі крайт етіледі. Болмаса жағы крайт ететін столыңыз кең болу керек та, себебі мына мата толық өзін жағдай қимылсыз еркін жатуы керек. Мындай кішкентай столға крайт етсеңіздер, қисық-қисық киіміңіз біртүрлі болып шығады. Негізі шифон матасы өте сондай бір шикарный мата. Келесі мата мен жақсы көріп, басында жағдай тігіп білмеймін ғой. Бірақ әйтеуір бықсытып 5-6 метрден осы шелкпен шифонды алып алатын. Құдай-ау қаншама матам кетті менің дұрыс тігілмеген. Келесі мынау мата бұл таза табиғи шелк матасы. Тоже сусылдап қалған мата. Жұмыс істеу өте қиын. Өзің бір арнайы бір сабырмен жұмыс істеу керек бұл матада. Тоже бұл матаға да жағдай крайт ететін болсаңыздар, столдың үстінде еркін жататындай столыңыз әлі кең болу керек. Болмаса кейбіреулер жан-жағына скотч жабыстырып жатады. Мен өзім ондайды ұмытпаймын. Басында столдың үстіне бәзді төсеп, кәдімгі бөз деген мата бар, көрпенің ішіне салатын. Сол матаны төсеп, содан кейін барып осы маталарды үстіне қойып, сосын барып крайт етіп тігіп үйренгенмін. Қазір мен уже осылай столдың үстінде еркін жатса болды, осылай крайт етіп ала берем. Өте керемет маталар, шифон, шелк. Бұл маталардан тіккен кезде оверлокты көп қолданбаймыз. Сосын арнайы инесі бар, микротекс деген ине, арнайы жібі болады. Өңдеген кезде желательно жаңағыдай московский шов, белевой шов деген шовтың түрлерімен қолданамыз. Содан кейін барып бұл шелкті көбіне подкладочный матаға қолданады. Бұл маталарға мысалы шелк, шифон матасына жағдай мелмен сызған кезде тоже абай болу керек, потому что қалт етсе қимылдап кетеді. Сосын андай ақшыл матаға темный фломастерлермен, мен желательно фломастерлермен қолданғанға кеңес берем. Өте ыңғайлы, сосын үтіктеу барысында кетіп қалады. Ақшыл матаға темный, ал темный жағдай түсі прям қара, көк шифондар болады ғой. Оған кәдімгі мелдар бар ғой, сол мелмен қолданған жақсы. Келесі капризный маталардың бірі бархат. Бархат туралы айта беремін, бархат. Арнайы түгі бар. Бұл бархаттың бірнеше түрі бар. На шелковой основе, на хлопковой основе, на синтетической басқа бір основасы бар. Ол дегеніміз не? Мына асты жағы мақта болады, асты жағы шелк болады. Асты жағы шифон болады, на шифоне дейді. Қымбат, бағалы маталардың бірі. Бұл матадан киім тіксеңіз өте әдемі болып шығады, енді ол сөзсіз. Бұдан неше түрлі шапандар тігеді, кажекей тігеді, көйлек тігеді. Қазір күз мезгілі уже басталды осы бархаттардың сезоны.
жууган кезде өтө абай боламыз. Сәл гана тазикке кичкене бир андай бир сабын сууду дайындап алып, сосын барып 30 градустагы неге саламыз. Болмаса арнайы химчисткага апарамыз. Порошок, башка катты бир әсери бар химиялык заттарды колдонбайбыз жууган кезде. Және буну тиккен кезде өзүнүн ниткасы бар. Болмаса жагы биз шифон, шелк колдонатын, шифон менен шелкти тигетин ийне бар го, сол ийнемен тигемиз. Және бунун арнайы лапкасы бар өзүнүн. Сосын буну үтүктөөдө де өзүнүн бир технологиясы бар. Карда лентамен үтүктөйбүз. Міндетті түрдө жагыдай швейный фурнитура сататын жерге барып, для бархата, для жагыдай үтүктөөгө арналган бир лента бериңизчи десеңиздер, мисалы карда лентаны сунат, болмаса бир пластмассовый тоже бир түгү бар, атын унутуптум, сондай бир лента бар. Сол нерсемен үтүктөйбүз. Себеби буну биз казыр үтүккө деп жаткызсак, бетинин баары жапсатта калат да, сосын матанын бүкүл сәни кетип калат. Содан кийин тиккен кезде міндетті түрде 2 сантиметр, 1,5 сантиметр припуск береміз. Себебі бұл капризный мата. Тиккен кезде бір-бір мен жалғанған жері сөгітіліп кетеді. Міндетті түрде. Сол үшін закрепить етіп қойға болады жағдай нелермен. Клеевой ленталармен, клеевой кромкалармен жабыстырам, содан кейін барып тігеміз. Буну крайт еткен кезде ворсын қараймыз міндетті түрде. Біреуін былай алып, біреуін басынан төменге қарай, төменнен жоғарға қарай, қалай болса солай крайт етуге болмайды. Өзі бір деп манекенге қойып қойсаңыздар, бір жылтыраған жері көрініп тұрады. Соны бір бағытта аламыз, бір бағытта қиямыз, және сол бір бағытта тігеміз. Тіккеннен кейін міндетті түрде көктейміз, себебі көктемей бұл бархат ыңғайға көне бермейтін мата, то жылжып кетеді, то жағдай шовтар келмей қалады. Сосын жағдай машинкада тіккен кезде 2-2,5 ара қашықтықта тігеміз. Одан үлкендеу қылып тіксек, уже арадағы киімдегі шов ұстамай қалады. Алдағы уақытта бұдан да көйлек тігеміз. Мен бәрін деталін салып отырамын. Сол үшін мұқият, каждый нәрсені мұқият тыңдап, түсінбесеңіздер бір видеоны 2-3 рет көріп, назарда болыңыздар. Келесі мата, бұл бізде жағдай костюмный маталар. Костюмный маталар, бұлардың составы әртүрлі болып келеді. Эластан, шерсть, лайкра деп неше түрлі болып бөлінеді. Құрамы жақсы маталар да бар, құрамы синтетика толы маталар бар. Мен өзім синтетиканы жақтырмаймын, себебі уже денеге киген кезде бірден білем синтетика екенін. Ыңғайсызданып жүремін да, содан кейін көбіне байқап отқан шығарсыздар, мендегі бар маталар көбісі табиғи қоспасы бар маталармен жұмыс істеген ұнайды, киімін киген ұнайды, жұмысын көрінеді. Және үйренуге де сіздерге оңай. Мынау мысалы пальтовый маталар уже. Мынаның түгі бар. Мына жағы былай переплетениесі бар. Мынау пальтовый мата. Ал мынау костюмный мата. Костюмдер, шалбарлар тігет. Шыдамды, төзімді, түгі шықпайды. Любой шалбарыңызды, любой костюмыңызды киіп, тігіп кете беретін ходовой маталардың бірі. Ал қыздар, келесі мата ол пайетки деген мата. Ол мата менде жоқ, көрсетейін десем. Бірақ ол туралы кішігірім ақпарат бергім келіп отыр. Пайеткалардың да бірнеше түрі болады жағдай. Основасы тігілген, болмаса матаға тігілген пайеткалар болады, матаға жабыстырылған пайеткалар болады. Жалпы алған кезде міндетті түрде түгіне қараймыз. Оның түгі де әртүрлі болуы мүмкін. Пайеткалардың жағдай основасы органза, основасы шелк, основасы хлопок. Соның өздеріңізге ыңғайлы, денеге жағымдысын аласыздар. Және пайеткамен жұмыс істеген кезде міндетті түрде крайт ететін болсаңыздар, жағдай теріс жағын қойып, сосын барып лекаланы қойып крайт етеміз. Бір-біріне қосып тіккен кезде, көктеген кезде жұқа ине қолданамыз. Және машинаға тіккен кезде де ең жұқа жағы микротекс деген бар, болмаса 65 нөміріндегі инені қолданамыз. Пайеткаларды үтіктеген кезде де абай болғандарыңыз дұрыс, себебі ол пайетка күйіп кетуі мүмкін. Как-никак енді ол бір жұқарақ металдан жасалған нәрсе ғой. Сол үшін үтіктің температурасын сәл-сәл төмендетеміз, сосын пар қолданбаймыз, себебі пар қолдансаңыздар пайетканың түсі кетіп қалуы мүмкін. Келесі мата бізде искусственный мех.
қазақшасына ары ойланып бері ойланып таппадым. Сонымен искусственный мех қазір біздегі ең трендовый маталардың бірі. Одан жағы неше түрлі шуба, пальтолар, жилеткелер тігіліп жатыр. Және жұмыс істеуде де өте оңай маталардың бірі. Яғни жаңадан бастап келе жатқан тігіншілерге қатты қиындығын тигізбейді, себебі емес енді. Жалпы тек жағдай матаның ерекшелігін білсе болды да. Яғни крайт еткен кезде изнаночный жағынан, теріс жағынан крайт етеміз. Арнайы барқыт сияқты бір ворсын ұстап отырамыз. Сосын қиған кезде деп теріс жағынан түгінен қиямыз. Егер байқаңыздар, қиған кезде түгін жағдай жүнін қиып алмауға тырысыңыздар, себебі жүнін қиып алсаңыздар, ертең ол жағы киіміңізде қиынды болып жаман болып көрініп тұрады. Обыкновенный фломастер, мелоктармен крайт ете бересіз. Міндетті түрде припуск тігіске 1,5 сантиметрдей қалдырамыз, себебі все-таки верхний одежда ғой, припускқа кішкене көптеу қалдырған дұрыс. Ал құрметті қыздар, сонымен бүгін кішігірім обзорым бітті. Алла қаласа болашақта жағы мен алатын базарға барып, базарды көрсетіп, сол жерде жағдай маталардың бәрін жік-жігімен көрсету ойда бар, жоспарда бар. Ал бүгінге осы, егер сұрақтарыңыз болса, мен сіздерді комментарийда күтем. Міндетті түрде сұрақ қойыңыздар, білмеген нәрселеріңізді сұраңыздар. Мен кері байланыста отырамын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма подписка жасаңыздар, колокол басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.